Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті тағамым қызыл балықтан жасалатын сорпаның рецептісін ұсынатын боламын. Балықпен жасалатын тағамдарды өте қатты жақсы көремін, сондықтан кез келген түрін дайындауға әзірмін. Осындай балығымызды, қызыл балығымызды салқын суға салып қайнатып пісіріп аламыз. Қызыл балығымыз өте тез піседі, бар жоғы 10 минут, 15 минут қана уақытыңыз кетуі мүмкін. Осылай көбігін алып тастаймыз. Көбіктері өте көп шықпайды. Одан кейін ішіне қосатын заттарымызды дайындайтын боламыз. Осылай бір штук пиязымызды турап аламыз. Одан кейін картошкамызды турап қосамыз. Сорпамыз тез дайын болады, сондықтан ішіне қосатын заттардың барлығын жіңішке тез пісетіндей етіп кесіңіздер. Барлығын сорпамызға саламыз. Лавр жапырағын қосамыз. Бір араластырып дәмін көреміз. Себебі мендегі қызыл балық тұздалған, сол үшін егер тұз аз болса, міндетті түрде ішіне тұз салатын боламын. Піскен қызыл балығымызды судан шығарып алып аламыз. Одан кейін сүйектерін ажыратып аламыз. Осылай піскен балықтан сүйектері өте оңай, тез алынады. Барлығын төрт бұрышты етіп кубиктеп турап қоямыз. Асылған жұмыртқаны қосамыз. Егер үйде ас көк болса, ас көкті қосыңыздар. Барлығын жақсылап тураймыз. Дәл осы рецепті көріп отырсаңыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Біздің тағамымыз пісті. Енді осы тағамды ыдысымызға құйып аламыз. Ішіне піскен балығымызды саламыз. Шамалы ас көгімізді қосамыз. Жарты жұмыртқаны саламыз және нори жапырақтарын салатын боламыз. Ең соңында бетіне күнжітті қосамыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Ас болсын.